мынау мен 2024 жылдың мамыр айында салмағым 98 килограмм еді. Ал мынау мен 24 жылдың желтоқсан айында салмағым 80 килограмм болды. Сонда мен бұған қалай жеттім? Көп адамдар айтады, мен аз тамақ жеймін, бірақ бәрібір семіріп кете беремін деп. Ал кейбір адамдар күні бойы бірдеңке жеп жүрген сияқты, бірақ сонда да арық. Бұл видеода мен бәрін қарапайым тілдермен түсіндіріп айтамын. Артық салмақ деген не? Адам не үшін жалпы толып кетеді? Индекс масса теланы қалай есептеуге болады? Ал видеоның соңында мен сізге нақты қалай арықтау керектігі жайында практикалық жоспар беремін. Калорияны қалай санау керек? Fat Secret сияқты тегін қосымшалар арқылы қалай қолдануға болады? Тамақ күнделігін қалай жүргізу керек деген сияқты, және де арықтауды жалпы неден бастау керектігі жайында айтамын. Бұл видео тайм-кодтарға бөлінген. Яғни бір тақырып қызық емес болып бара жатса, келесі тақырыпқа ауысып кетсеңіз болады. Немесе бірден тайм-код бойынша видеоның соңына дейін жүргізіп, нақты қалай арықтау керектігі жайында көрсеңіз болады. Бірақ менің сізге берерім кеңесім, басынан аяғына дейін көріп шығыңыз. Сол кезде сізде артық салмақ және арықтау жайлы толық түсінік пайда болады. Мен сізге мұны курс сату үшін емес, дәрігер ретіндегі көзқарасымен және де өзімнің салмақ тастаудағы өз тәжірибем арқылы бөліскім келеді. Сізден тек қазақ тілінде ғылыми танымдық YouTube шоу жүргізіп жатқан жігітке қолдау білдіріп, арнаға тіркеліп, осы видеоға лүпіл басып қойыңызды өтініп сұраймын. Қазақша контент жасасын, ал біз бастаймыз. Ең алдымен артық салмақ не екенін түсіну үшін адамның салмағы неден құралатынын бір білайық. Біз таразыға тұрған кезде таразы бізге бір сан ғана көрсетеді. Мысалы 85 килограмм. Бірақ сол 85 килограммның ішінде тек май ғана тұрған жоқ қой. Адамның салмағы бірнеше нәрселерден құралады. Сүйек, бұлшықет, су, ішкі ағзалар және май. Осы жерде бір маңызды нәрсені түсініп алу керек. Біздің салмағымыз күн сайын аздап өзгеріп отыруы мүмкін. Мысалы, сіз көп су ішсеңіз, таразыдағы сан уақытша көбеюі мүмкін. Дәретханаға барсаңыз немесе жақсылап бір терлеп алсаңыз, салмағыңыз уақытша төмендеуі мүмкін. Сол үшін кейбір спортшылар жарыс алдында вес қуу кезінде қысқа уақыт ішінде бірнеше килограмм тастай алады. Бірақ олар ол кезде көбіне май емес, ағзадағы суды жоғалтады. Яғни таразыдағы сан азайғанымен бұл міндетті түрде май кетті деген сөз емес. Сондықтан бір күнде салмақтың 1-2 килограммға өзгеруі майдың бірден пайда болып, немесе бірден түсіп қалғандығы емес. Көбіне бұл су, тұз, ішкен тамақ, терлеу және дәретханаға баруға байланысты өзгеріс. Жалпы, ағзадағы майдың да өз қызметі бар. Ол ағзаға энергия қоры ретінде қажет. Яғни май толықтай жаман нәрсе емес. Май біздің денемізге қажет, және де негізі май эволюция кезінде пайда болған өте пайдалы механизм. Себебі тас дәуірінде тамақты адамзат күнде жеп жүрген жоқ еді. Bir күн тамақ бар, бір күн тамақ жоқ. Осындай жағдайларда ағза артық энергияны босқа шашыратып тастамай, май ретінде сақтап қалуды үйренді. Яғни қарапайым тілмен айтсақ, май дененің қара күнге жинаған энергия қоры. Бірақ мәселе осы жерде басталады. Біздің ағзамыз әлі де сол ескі механизммен жұмыс істейді. Ал қазіргі орта мүлдем өзгеріп кетті. Қазір тамақ табу қиын емес. Тіпті ол үшін аң аулаудың да қажет жоқ. Телефонмен тапсырыс берсең, жарты сағаттың ішінде есігіңді тоқылдатып тұрады. Дүкенде тәтті сусындар, фастфудтар, донер, майлы тағам барлығы қолжетімді. Ал қозғалыс керісінше азайды. Міне осыны ғылымда эволюциялық сәйкессіздік деп атайды. Яғни evolutionary mismatch. Яғни біздің денеміз бір ортада қалыптасты, ал біз мүлдем басқа ортада өмір сүріп жатырмыз деген сияқты. Осы тақырыпқа байланысты менің арнамда басқа бөлек видео жасалынған. Осы видеоны көріп болғаннан кейін, қаласаңыз, егер сізге эволюциялық биология, ғылым білім және де өзіңіз денеңіз туралы қызық болатын болса, осы видеодан кейін көрсеңіз болады. Сонымен, май пайдалы механизм болғанымен, ол тым көп жиналып жатса, әсіресе іш аймағында жиналып жатса, денсаулыққа өте әсер ете бастайды. Міне сол кезде біз артық салмақ немесе тіпті семіздік туралы айта бастаймыз. Сондықтан менің салмағым қанша деген сұрақпен бірге қатар біз тағы 2 сұрақ қоюымыз керек. Бірінші сұрақ: менің бойыма бұл салмағым сәйкес келеді ме деген. Екінші сұрақ:
май көбінесе қай жерде жиналып жатыр? Осыны түсіну үшін бізге екі қарапайым құрал көмектеседі: индекс масса тела және де іш айналымын өлшеу. Индекс масса тела дегеніміз, яғни дене салмағының индексі. Қарапайым тілмен айтқан кезде, ол адамның салмағы бойына сәйкес келеді ме деген сұраққа шамамен жауап береді. ИМТ-ны есептеу қиын емес. Формуласы былай: ИМТ тең салмақты бойдың квадратына бөлу. Мысалы, адамның салмағы 85 кг, ал бойы 170 см делік. 170 см дегеніміз 1,170 метр. Енді 1,170-ті өзін көбейтеміз. 1,170 көбейтілген 1,170 тең 2,189. Сосын 85 кг-ды 2,189-ға бөлеміз. Сонда бізде 29,4 шықты. Демек, бұл адамның индекс масса тела көрсеткіші шамамен 29,4 болды. Енді сұрақ: бұл сан нені білдіреді? Осы жерде экрандағы ИМТ кестесіне қарайық. Енді дәл қазір осы видеоны тоқтатып, өзіңіздің индекс масса телаңызды есептеп көріңіз. Біздің мысалда индекс масса тела 29,4 болды. Енді кестеге қараймыз. 29,4 бұл артық салмақ аймағы. Сіз де дәл қазір өз көрсеткішіңізді есептеп, қай аймаққа кіретініңізді көріңіз. Сізде салмақ қалыпты ма, артық салмақ бар ма, әлде мүлде семіздік аймағына кіреді ме? Осы кесте арқылы шамамен түсінуге болады. Енді индекс масса теладан кейінгі екінші қарапайым құралға көшеміз. Ол іш айналымын өлшеу. Неге бұл маңызды? Өйткені май іш аймағында жиналса, мұны висцеральды май, яғни висцеральды жир деп атайды. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл іштің іштегі майы. Неліктен дәл іш аймағындағы май денсаулыққа кері әсерін түсіндіру үшін эндокринологияға терең үңілу керек. Бірақ ол өте ұзақ уақыт алады және де эндокринологиядан біраз білімді қажет етеді. Сондықтан жай ғана сөзіме сене салыңызшы. Тым үлкен іш майы денсаулығыңыз үшін өте зиян, тіпті диабетке де алып келуі мүмкін. Енді нақты сандарға келейік. Көп дегеніміз қанша? Егер сіз ер адам болсаңыз, бел айналымы, яғни іш айналымы 102 см-ден асса, бұл іш аймағындағы семіздіктің, яғни абдоминальды семіздіктің белгісі. Әйел адамдарда бел айналымы 88 см-ден асса, бұл абдоминальды семіздіктің белгісі деп есептелінеді. Егер үйіңізде дәл қазір сантиметровая лента болатын болса, дәл қазір осы видеоны тоқтап, іш аймағыңызды өлшеп көріңіз. Егер индекс масса телаңыз жоғары болса, іш айналымы да жоғары болса, онда арықтау сізге тек эстетика үшін ғана емес, бірінші мезетте денсаулығыңыз үшін қажет. Сонымен, біз артық салмақтың не екенін түсіндік. Оны қалай есептеу керектігін де түсіндік. Енді ең маңызды сұраққа келейік. Адам жалпы не үшін семіріп кетеді? Бұл сұрақты жақсы түсініп алсаңыз, артық салмақ тастауда көп қателеспейсіз. Өйткені арықтау деген жай ғана аз жеу емес, және де аш жүру де емес. Ең алдымен денеде май қалай жиналатынын түсініп алайық. Яғни біз тамақ арқылы энергия аламыз. Ол энергияны ағза өмір сүруге, жүруге, ойлануға, жұмыс істеуге, тыныс алуға, жүректің соғуына, тіпті ұйықтап жатқан кезде де жұмсайды. Қарапайым тілмен айтқанда, адамның денесінде майдың жиналуы энергия балансына байланысты. Егер біз алған энергия, жұмсаған энергиядан көп болатын болса, ағза сол энергияны май ретінде сақтап қалады. Мысалы, сіз бір күнде тағам арқылы 3000 килокалорий алдыңыз делік. Ал сол күні ағзаңыз шамамен 2300 калория жұмсаса, сонда айырмашылық қанша болады? Дұрыс, 700 калория. Міне, осы 700 калория артық энергия. Егер бұл бір күнде ғана болатын болса, ештеңе өзгермеуі мүмкін. Бірақ егер осылай күн сайын қайталана беретін болса, ағза бұл артық энергияны май ретінде жинай бастайды. Түсіну үшін бір қарапайым есеп жасап көрейік. Мысалы, шамамен 1 килограмм майда 7700 килокалория бар деп есептесек, күн сайын 700 калория артық жеп жүрсеңіз, 11 күнде 1 килограмм май жинауға болады. Бірақ енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Егер бәрі осындай қарапайым арифметикалық есеп болатын болса, неге адамдарға арықтау соншалықты қиын? Мәселе мынада. Қағаз жүзінде формула өте қарапайым. Бірақ өмірде адамның тәбеті,
ұйқысы, стресі, жұмысы, тіпті әдеті, айналасындағы тамақ, тіпті дүкендегі тағамның иісі ол ма жарнамаға дейін әсер етіп кетеді. Мысалы, мына қысқа видеода автор бірдей калорияға екі түрлі тағам көлемін көрсетті. Қалай ойлайсыз? Қайсысы ұзағырақ тоқ жүреді? Біз көбінесе тамақтың тек көлеміне көңіл бөлеміз, ал негізгі көңіл бөлетін нәрсе ол тағамның калориялығы. Міне осы жерде көп айтылатын сөйлемге келейік. Мен тамақ аз жеймін, бірақ бәрібір семіре беремін деп. Бұл өтірік пе? Міндетті түрде емес. Себебі мәселе тамақтың көлемінде емес, мәселе сол тамақтың калориялығында. Енді біз видеоның ең маңызды бөлігіне келдік. Жарайды, адам не үшін семіретінін түсіндік. Калория деген не екенін де білдік. Енді бұл видеоның ең маңызды сұрағына келейік. Сонымен қалай арықтауға болады? Бірден айтып кетейін, рационыңыздан мына тамақты алып тастасаңыз, 10 күнде минус 10 килограмм арықтайсыз деп айтпаймын. Себебі ол мүмкін емес. Жақсы немесе жаман тағам да жоқ. Және де идеалды диета да жоқ. Өйткені диетаның басы бар және соғысы бар, сондықтан диетадан бас тартыңыз. Себебі диета бір күн ұстайсыз, бір күн шыдай алмай ұстамай кетесіз. Сондықтан біз арықтауды тыйымнан емес, түсінуден бастайық. Артық салмақ тастаудағы ең басты қағида ол дефицит калория. Яғни сіздің тұтынатын калорияңыз сіз жағатын калориядан азырақ болу керек. Басқа ешқандай да магия жоқ. Тек дефицит калория. Дефицит калориядан басқа ештеңе көмектеспейді және ештеңе жұмыс істемейді. Ал дефицит калорияда ұстану үшін аш жүрудің қажеті жоқ. Бұл туралы міндетті түрде айтып кетемін. Ең бірінші қадам ол калорияны санау. Көп адам шынымен де аз жеп жүріп толып кетуі мүмкін. Мысалы, адам таңертең тұрды, 2 кесе сүт пен шай ішті делік. Күндіз жұмыста кішкене қарны ашып, бір кішкентай панини немесе сэндвич жеді делік. Одан кейін бір стакан латте ішті ұйқысы келгендіктен. Жарты сағаттан соң шөлдеп 0,5 литр тәтті сусын ішті делік. Кешке үйге келіп, бір тәрелке плов жеді делік мысалы. Одан кейін огурцы, помидоры бар салат жеді. Одан кейін примерно 3 кесе сүт пен шай ішті. Сосын жатарда бір сырок жеді делік. Бұлай қарап тұрсаңыз, шынымен де жеген тамағының мөлшері өте аз. Мысалы, таңертең таңғы ас ішкен жоқ, түсте бір тойып тағам да жеген жоқ, кешке бір ғана тәрелке плов жеді ғана. Бірақ осының бәрін қосып есептесек, сол күні шамамен ол адам 2900 калория жеп тастады. Ал егер ол жұмысқа көлікпен барып, күні бойы офисте отырып жұмыс істейтін болса, сол күні шамамен 1900-2000 ғана калория жұмсай алады. Сондықтан менің сізге беретін ең бірінші практикалық тапсырма. Бүгін күні бойы не жегеніңізді еске түсіріңіз. Еске түссе, App Store немесе Google Play'ден Fat Secret деген тегін қосымшаны жүктеп алыңызда, соған бүгін шамамен қанша калория жегеніңізді есептеп көріңіз. Ал қазір тамақтарды Fat Secret'ті қалай дұрыс жазу екені жайлы, ол көп уақытыңызды алмай. Интернетте бұл туралы видео өте көп. Тіпті қиналсаңыз, ChatGPT-іңізге да жаза салыңыз, ол сізге толық бәрін есептеп, қалай тіркеу керектігін түсіндіріп береді. Көп адам арықтаймын деген ізгі ниетпен тренажерный залдарға барады, немесе үйінде пресс жасай бастайды. Бірақ бұл кішкене қате тактика. Спорт, яғни керек, шынымен де керек. Физикалық жүктеме сіздің артық салмақтан айырылуға тезірек көмектеседі. Бірақ арықтауда ең басты нәрсе ол сіздің не жейтініңіз. Неге? Мысал қараңыз, сіз бір банка горилла іштіңіз делік. Бұл банкіде шамамен 235 калория бар. Енді осы 235 калорияны өртеу үшін сізге 80 минут жүру қажет болады. Немесе 30 минут тез жүгіру қажет болады. Ал енді ойланып көріңіз, сіз энергетикті 2 минутта іше саласыз. Ал оны өртеу үшін сізге сонша еңбек істеу керек болады. Онда мүмкін оны ішпей қойған абзал. Сондықтан арықтауда бірінші орында спорт емес, бірінші орында тамақ. Бірақ бұл спорт мүлдем керек емес деген сөз емес. Дұрыс жаттығу сізге бірнеше нәрсе береді. Біріншіден, спорт күндік калория шығынын көбейтеді. Яғни сіз көбірек қозғалсаңыз, ағза
көбірек энергия жоғалтады. Бұл калория тапшылығына, яғни дефицит калорияны үлкейтуге көмектеседі. Мысалы, сіз арнайы жаттығусыз күніне 2000 калория жұмсайсыз делік. Ал күніне 1500 калория тағам жесеңіз, сонда сіздің дефицитіңіз 500 калория болады. Енді осыған шамамен 500 калориялық физикалық жүктеме қоссаңыз, теория бойынша сіздің күндік дефицитіңіз 500 калориядан 1000 калорияға көтерілуі мүмкін. Егер шамамен 1 килограмм майда 7700 калория бар деп есептейтін болсақ, онда сіз 1000 калориялық дефицитпен теория жүзінде 1 килограмм майды 8-ақ күнде жаға аласыз. Екіншіден, жаттығу бұлшықетті сақтауға көмектеседі. Өйткені арықтаған кезде ең біздің басты мақсатымыз таразыдағы жай ғана санды өзгерту ғана емес. Біздің мақсатымыз майды азайтып, мүмкіндігінше бұлшықеттерді сақтап қалу. Мысалы, егер адам өте қатты калория дефицитін жасаса, ақуызды, яғни белокты мүлдем жемесе және де бұлшықетіне ешқандай физикалық жүктеме бермесе, онда салмақ май қабаты арқылы емес, бұлшықет арқылы азайып кетуі мүмкін. Ал біздің ең маңызды мақсатымыз, біз жай ғана килограммымызды ғана азайтып қана қоймай, біз дене рекомпозициясын жасау, яғни бұлшықетті сақтап қалып, майды жоғалту. Сондықтан ауыр физикалық жаттығулар өте маңызды. Олар ағзаға бұлшықет керек деген сигнал береді. Яғни гантель, тренажер, резинка, өз салмағыңызбен отырып тұру деген сияқты жаттығулар арықтау кезінде бұлшықетті сақтауға көмектеседі. Бірақ бұл жерде тек жаттығу ғана емес, ақуыз да маңызды. Сондықтан арықтау кезінде тамақта ақуыз болу керек, яғни белок. Ол дегеніміз ет, тауық, балық, жұмыртқа, сүзбе, айран, йогурт, бұршақ сияқты тағамдар. Сондықтан мен былай айтар едім, арықтау кезінде тамақ басты құрал, ал спорт ол жай ғана көмекші, немесе сол процесті күшейтетін және де эстетикалық денсаулықты жақсартатын құрал. Сіз ойлауыңыз мүмкін, жүру немесе жай жүру, тіпті жүгіруге қарағанда ауыр салмақ көтерілген неге дұрыс емес? Себебі ауыр салмақты көтергенде, яғни ауыр физикалық жүктеме көбірек күшті талап етеді ғой деп. Бұл ойыңыз бір шетінен дұрыс, бірақ бұл жерде бірнеше маңызды нәрсе бар. Біріншіден, калория шығыны тек жаттығудың қаншалықты ауырлығында емес. Калория тапшылығы, яғни күш жұмсау, ол жаттығудың қаншалықты ұзақ уақытқа сақталғанына да байланысты. Мысалы, салмағы шамамен 85 килограмм адам 30 минут орташа қарқынмен жүрсе, шамамен 140-160 калория жұмсауы мүмкін. Ал 2 сағат орташа қарқынмен жүрсе, шамамен 550-650 калория жұмсауы мүмкін. 50 килограмм штанганы 10 рет көтеру өте ауыр сезілуі мүмкін. Бірақ ол бір ғана қысқа подход болатын болса, оған шамамен 5-15 калория ғана жұмсалуы мүмкін. Өйткені жаттығу ауыр болғанымен уақыты өте қысқа. Сондықтан, егер мақсат дәл қазір көбірек калория жұмсау болатын болса, онда ұзақ созылатын физикалық жүктемелерді таңдаңыз. Мысалы, жүру, велосипед, жүзу, жеңіл кардио деген сияқты. Бірақ бұл штанга немесе гантель көтеру керек емес деген сөз емес. Күштік жаттығулар, яғни ауыр физикалық жүктеме, негізгі мақсаты калорияны жағу емес. Оның негізгі мақсаты арықтау кезінде ол бұлшықеттерді сақтап қалу. Қарапайым тілмен айтсақ, ұзақ уақыттық кардио калория шығынын көбейтеді, ал күштік физикалық жүктеме бұлшықетті сақтауға келеді. Ал тамақ калория тапшылығының негізгі құралы. Калория тапшылығысыз, яғни дефицит калориясыз ештеңеде көмектеспейді. Сонымен тағы да қайталаймын. Жаттығу арықтауға тек көмекші құрал ғана. Бірақ егер сіз тағам арқылы дефицит калория жасамасаңыз, тіпті 24/7 бойы бағанағы тренажерлық залдың өзінде өмір сүргеніңізден де пайда болмайды. Сонымен, арықтауға бел бусаңыз, бұл видеодан аларыңыз мынау. Ең бірінші, тағам арқылы дефицит калория жасаңыз. Дефицитті есептеу үшін өзіңіздің күнделікті не жеп жүргеніңізді фатсекрет сияқты тегін қосымшаларға жазып жүріңіз. Екіншіден, диета ұстамаңызшы. Диетаның
пайдасынан зияны көбірек. Көп уақыт бойы өзіңізге тыйым салып жүріп, бір күні жарыласыз да тастаған килограмдарыңыздың үстіне қосып жинап аласыз. Мысалы, дефицит болу үшін сіз күніне 1500 килокалория ғана жеп жүрсеңіз, бірақ сол күні прям болмайды, бірақ горилла ішуіңіз керек болатын болса, 1500 минус 234 тең 1266 калория. Сонда сіз сол күні тек 1266 калорияға ғана тамақ жеуіңіз керек. Ол әрине мүмкін, бірақ күні бойы қарныңыз аш жүреді. Бірақ енді тіпті болмайды, горилла ішкім келеді, терезеден секіріп кетуге дайын тұрмын десеңіз, окей, go ahead. Бірақ бұл ойыңыздан ештеңе шықпайтын сияқты. Бірақ енді тіпті болмаса, окей, бәріне де түсіндік. Мысалы, тек маккомбомен ғана арықтаған адамдар да болған. Сондықтан да барлығын есептей жүріңіз. Егер өзіңіздің бағанағы шыдамыңыз жетсе, неге тырысып көрмеске? Үшіншіден, қатты дефицит жасамаңызшы. Мысалы, ересек ер адам 1300 калорияға тоймайды. Яғни күні бойы аш жүреді. Я бір күні сол дефицитін мүлдем тастап кетеді, немесе дефицитін тастамаған күннің өзінде де 1300 калорияны ол күні бойы шаршаңқы, ұйқысы келіп, бағанағы тәбеті болмай, өзінің ашуланшақ болып жүреді. Сондықтан да қатты дефицит жасамаңыз. Қатты дефицит жасасаңыз, сіз бірден бұлшық еттеріңізбен қош айтыса бересіз. Төртіншіден, бұлшық етті жоғалтып алмас үшін ақуызды ұмытпаңыз, яғни белокты. Және де күштік физикалық жаттығуларды да қосыңыз. Арықтағанда біздің мақсатымыз тек таразыдағы цифрды ғана өзгертіп қоймай, мақсат май қабатын азайтып, бұлшық етті сақтап қалу. Көп адамға арықтау кезінде шамамен 1 килограмм салмаққа 1,4-2 грамм ақуыз жеткілікті болуы мүмкін. Тоқ етерін айтсақ, аш жүрмеңіз, ақуызды ұмытпаңыз, көбірек жүріңіз және де аптасына мүмкіндігінше 2-3 рет бұлшық етке жүктеме беріңіз. Соңына дейін көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Бұл видео сізге шынымен де пайдалы болды деген үміттемін. Қазақ тіліндегі ғылыми танымдық YouTube шоуға қолдау көрсетіп, арнаға жазылып, лүпіл басып, астына ойыңызды да жазып қойыңыз. Қазақша контент жасасын. Сау болыңыздар.